Сәлем достар, сіздермен жан-жақтарыңыз. Біз бұл видеода көктем күз айларында иммунитеттің түскен жағдайда қалай иммунитетті көтеру жайында айтатын боламыз. Ал кеттік. Иммунитет дегеніміз енген қоздырғышқа қарсы физиологиялық қорғаныш реакциялар. Иммунитетті адам ағзасының иммундық жүйесі атқарады. Иммундық жүйе орталық және шеткі мүшелерден тұрады. Орталық мүшелерге сүйектің қызыл кемігі және айрықша без жатады. Шеткі мүшелерге лимфа бездері, лимфа түйіндері, көк бауыр, соқыр ішек, қан жасушалары және сұйықтықтарда болатын ақуыздар жатады. Көктем күз айларында денсаулықты сақтау және иммунитетті нығайту өте маңызды. Сізде жиі суық тию, температураның ұзақ уақыт түспей қоюы, үнемі шаршап жүру, буындар мен бұлшықеттердің ауруы, ұйқының бұзылуы, жиі бас ауруы, терідегі бөртпелердің пайда болуы сияқты белгілер байқала ма? Бұның бәрі иммундық жүйенің жұмысының бұзылуының көрінісі. Егер иммунитет түсіп кетіп, оны көтеру керек болса, алдымен оның неге түскенін анықтау керек. Иммунитетті сақтауға ықпал ететін 3 нәрсе: дұрыс ұйқы, физикалық белсенділік, дұрыс тамақтанбау. Дұрыс тамақтанбауға күнделікті рацион, ет пен балық тағамдары, сүт өнімдері, көкөніс пен жеміс жидектерден тұруы тиіс. Көпшілікке дәрумен жетіспеушілігі байқалады. Мысалы, Д дәрумені жетіспесе, адам бойында ұйқышылдық пен әлсіздік пайда болады. Сондықтан әркім өзіне қажетті витаминдерді ішіп, спортпен айналысуы тиіс. Дәрумендерді ғана ішіп, дұрыс тамақтанбау, не болмаса құнарлы тамақтана отырып, дене шынықтырумен айналыспай қоюға болмайды. Демалыс пен физикалық еңбектің үйлесімі бұзылғанда, үнемі депрессия, стресс, ұйқының бұзылуы иммунитетті әлсірете түседі. Саламатты өмір салтын сақтау, физикалық белсенділік, таңғы жаттығу, жүгіру, жаяу жүру, жүзу, серуендеу, зиянды әдеттерден аулақ болған маңызды. Денені шынықтыру иммунитетті көтеруде өте маңызды екені рас. Көп қимылдаған дұрыс. Қимыл қозғалыс кезінде адамның қан айналымы жақсарып, бұлшықеттері қалпына келеді. Дененің ырғалуы ішектің де бұлшықеттерін реттеп, қызмет жақсарады. Иммунитетті күшейту үшін кебектен жасалған нан, қырыққабат, сәбіз, аскөк және қызылшаны көбірек пайдаланған жақсы. Ал ақуызға бай тағамдар, әсіресе ет, ішектің жоғарғы бөлімдерінен бастап сіңеді де зиянды бактерияларды әлсірейді. Түрлі тұздықтар бұл процесті күшейтеді. Сондықтан етке бұрыш немесе дәмдеуіштер қосып жеуге болады. Тамақтан соң 2 ас қасық өсімдік майын ішу де өте пайдалы. Бұл ақпарат қызық болып жатса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетеміз. Қош, сау болыңыздар.